Мынау ұрлық деген нәрсе бар ғой, одан кейін жігіттер. Ұрлық. Бізде ұрлық деген не десе, бір адамның екінші адамнан затын сұрамай алған нәрсені ұрлық дейміз ғой енді. Қараңызшы, кейбір адамдар байқайсыздар ма? Бір ұрлық істеп, айыбы ашылып қалады ғой. Сол кезде біз пәленше ондай істепті ғой, оңбаған, неге деген сияқты сөздер айта бастаймыз да. Ислам қандай жағдайда да бір адамның сыртынан жаман сөзді айтпауға үгіттейді, бауырлар. Өйткені қараңыз, неге ол ондай істейді деген адам тура бір мен ол нәрседен пәкпін деген сияқты да. Біз просто бұл ұрлық дегеннің не екенін дұрыс түсінбей жатырмыз ғой. Біз қараңызшы, Алла Тағала ана бір адамның айыбын ашты да, біз шыдай алмай сөйлеп жіберіп жатырмыз да. Алла Тағала біздің айыбымызды жасырып тұр ғой. Біз соны көтере алмай жатырмыз да, бауырлар. Бәріміздің, егер мына қазір біз бір-біріміздің алдымызда айыбымызды ашып берсе бар ғой, масқара болатын айыптарымыз бар. Алла Тағала оны жасырып тұр да. Біз соған енді шыдай алмай жатырмыз. Басқа адамдардың айыбын ашып жатырмыз да біз. Шынымен ұрлық деген не? Білесіздер ме? Мына дүниеде бір адам бір тауық ұрлап ұсталды. Біз айтамыз, ұры, оңбаған. Бірақ жігіттер, ол бір жақсы жері тауықты қайтарады, ақысын өтейді, кешірім сұрайды, құтылады. Екінші бір ұры бар, бұл дүниеде одан құтыла алмайтын жігіттер. Осыдан болып қалмайық. Шын ұрылар кімдер десе, шын ұрылар бұл намаздың ұрылары дейді. Намаздағы ұрылар. Жігіттер, бұл бәрімізге қатысты болып кетуі мүмкін. Қандай намаздың ұрылары? Намазға кіреді дейді олар. Сөйтеді уақытты қысқартады. Намазға кірген кезде Алла Тағала уақытқа береке береді негізі. Сізді Алла Тағаланың алдында көбірек тұрсын деп, аны уақытты берекелендіреді. Енді біз жаңағы асығыстық бастаймыз. Жаңағы еңкейеміз, рукуға барамыз. Субхан раббил Аллаға бір тауық шұқығандай да, жылдам кірісеміз да. Ертерек бітіріп шығып кету керек. Сәждеде жатқан кезде басымызды қойғанымыздан көтергеніміз тез болады. Қырағат Құран оқыған кезінде жаңағы асықпай Альхамдулиллахи Роббил Аламин деп оқуымыз керек еді ғой біз. Ережені бұзбай. Біз жоқ. Альхамдулиллахи Роббил Аламин Рахманир Рахим Малики Йаумиддин. Қараңыз, уақыттан, намаздың ішіндегі уақыттан ұрлаймыз біз. Білмеймін неге екен, бірақ намаздан ертерек шығуға асығып тұрамыз да. Алла Тағала Құранда айтады ғой: «Фавайлул лил мусаллин, аллазина хум ан салатихим сахун». Уайл, тозағы болсын. Кейбір жерлерде өкініш болсын сондай адамдарға. Қандай адамдарға десе, намаздарына немқұрайды қарайтындар. Бұны ғалымдар екіге бөледі. Намазына немқұрайды қарайтын дегенге. Біріншісі, намаздарын бір оқып, бір тастап кететіндерді айтады. Екіншісі, намазын тастамай оқиды, қалдырмай оқиды, бірақ намазының ішінде тұрып дүниеге берілетіндер дейді. Жігіттер, солардан болып қалмайық. Құдай сақтасын. Сол үшін жалпы біздің айтып жатқанымыз, бауырлар, біз өмірге келдік. Біз біреуді анализ жасауға келген жоқпыз. Біз біреудің тозаққа баратынын, біреудің жаннатқа баратынын бір үкім шығаруға келген жоқпыз біз. Біз сынауға келген жоқпыз. Біз бұл дүниеге сыналуға келгенбіз. Сол үшін біздің айтқымыз келетіні, біреумен айналыспаңыз. Біреумен әлек болмаңыз. Сіз өзіңізден өзіңіз сұраласыз. Біреу сіз үшін сұралмайды. Сіз біреу үшін сұралмайсыз. Әркім өзі үшін жауап береді. Сол үшін Ислам тек қана осы нәрсені үйретеді. Біреудің айыбын ашпа. Біреудің сырын ашпа. Өзіңмен айналыс.